Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге капустаны тұздап үйрететін боламын. Өте оңай, кәдімгі базарда сатып тұрғандардан кішкене уксустың иісі шығып тұрса, ешқандай уксус қана қоспай, үйде зиянсыз етіп өздеріңіз менің әдісіммен жасап көріңіздер, қыздар. Және де видеомды соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге ешқандай уксус қоспай, қалай 2-3 ай сақтауға болатындығын айтатын боламын. Ең алдымен біз капусталарды 4 бөлікке бөліп шығамыз. Егер де капустаңыз үлкенде болса, 6 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Кейіннен қолмен ортасын, астыңғы жағын сындырмай, тек қана ортасын ашып шығатын боламыз. Қолмен әдемілеп осылай ашып шығамыз. Ол бізге не үшін қажет? Кейін үстінен су құйып тұздаған кезде орталарының барлығы бір келкі тұзды болғаны жақсы, қыздар. Осы 4 капуста алдым мен, сіздер мөлшерін азайтып немесе көбейтсеңіздер болады. Ыдыс міндетті түрде капустаңыз сиятын батып тұратындай ыдыс болу керек. Осылай бөліп жайғастырып шығамыз. Кейіннен тұз салған кезінде де дәл осылай орталарына кіргізіп тұрып тұздаңыздар, сонда жаңағы айтқандай өте керемет болады. Маған осы 4 капустаға 1 кг 200 граммдай тұз кетті, қыздар. Тұз көп болып кетсе уайымдамаңыз, бірақ аз болуға болмайды. Тұзы аз болса, капустаңыз тез ашып кетеді, қыздар. Кейін үстіне азғантай сәбіз салдым мен, әдемі болып тұру үшін сіздер қызыл пияз немесе кішкене қызылша қосып жіберсеңіздер де болады. Негізі ештеңе қоспай тұздасаңыздар да болады. Барлығын жайғастырып болғаннан кейін, барлығына бір келкетіп тұз сеуіп болғаннан кейін, үстін кішкене қолмен басып жібереміз. Кәдімгі краннан ағып тұрған суды әкелеміз де, соны құямыз. Кішкене лавровый лист салдым, салып жіберсеңіздер немесе салмасаңыздар да болады. Үсті батып тұратындай етіп су құямыз, дәл осылай. Кейіннен үстіне қақпағын жабамыз. Қақпағы да қатты батып тұратын болу керек. Үсті нығыздалып тұру керек, қыздар. Барынша үстінен нығыздап тұратын ауырлау зат қойып, тура 15 күнге қойып қоясыздар, қыздар. 15 күннен кейін аласыздар да кішкене дәмін көріңіз. Егер де тұзы ащылау болатын болса, жуып жіберсеңіздер болады. Қыздар, тұзы көптеу, жақсы, норма болатын болса, сіздің капустаңыз 3 ай, 4 ай тұра беретін болады. Ал егер де тұзы аз болып қалса, капустаңыз тез ашып кетеді, қыздар. Кішкене ерекше дәм беру үшін аджиканы араластырып ұсына бересіздер. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама жазылмасаңыз жазылып алыңыз.